дене мүшелерін құлшылыққа пайдалану. Көзбен Құран оқу, сира оқу, кітап оқу, тағы басқа. Көзіміз барлық нәрседе Раббасын көргісі келеді. Көзімізді Алламен толтыру. Құлақпен уағыз тыңдау, пайдалы сабақтар тыңдау, тағы басқа. Құлағымыз Раббысына ұнамды сөздерді естігісі келеді. Құлағымызды Алламен толтыру. Тілмен Алланы зікір ету, кешірім сұрау, дұға ету, білім тарату, жақсы сөздер айту, тағы басқа. Тіліміз Раббысымен сырласқысы келеді. Тілімізді Алламен толтыру. Жүрекпен Алланы жақсы көру, одан қорқу, оған тәуекел ету, Алланы үнемі еске алу, көркем мінез, ықыласты құл болу. Жүрегіміз Раббысын іздейді. Раббысынан алыстаса қиналады. Жүректің тыныштық халде болуына Алла толық жеткілікті. Жүрегімізді Алламен толтыру. Қолмен садақа беру, мұқтаж жанға көмек беру, үй шаруасын жасау. Алла үшін. Қолымыз Раббысын көрсеткісі келеді. Қолымызды Алламен толтыру. Аяқпен ғибадат жасау, спортпен айналысу, мешітке бару, жақсы игі істерге себепші болу. Аяқтарымыз Раббысының жолында қызмет еткісі келеді. Аяқтарымызды Алламен толтыру. Дене мүшелерімен жасалатын құлшылықтар намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық, дәрет алу, сүннетке берік болу, денсаулыққа қарау, таза жүру, ұқыпты киіну, жұмыс істеу, тағы басқа. Барлық істе ниет тек Алла үшін болу маңызды. Дене мүшелеріміз де Раббысын іздейді. Раббысын қалайды. Раббысын танытқысы келеді.